Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен химия пәні мұғалімі Еңлік, және бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз негіздер. Негіздер дегеніміз ол металл атомынан және гидроксо топтан тұратын күрделі заттар. Мысалы, натрий гидроксиді немесе калий гидроксиді. Негіздерді біз екі топқа жіктейміз. Олар еритін негіздер және олар еритін негіздерді біз сілті дейміз, және ерімейтін негіздер. Бұл екі затты біз қалай ажыратамыз? Ол үшін біз Менделеевтің периодтық жүйесіне жүгінеміз. Өздеріңізге белгілі, Менделеевтің периодтық жүйесінде бізде сілтілік металдар деп аталады. Бірінші атомдағы элементтер, яғни литийден басталатын металдар. Негізінен сутектен басталады, алайда сутек бізде бейметалл болғандықтан металдарымыз литийден басталады. Литий, натрий, калий сияқты. Ал екінші атомдағы элементтер бериллий, кальций, магнийдан тұрады. Осы жерде бізде бериллий мен кальцийдан басқа элементтеріміз, яғни төменге қарай металдарымыз біздің еритін, яғни негіздерге жатады. Себебі жоғарыдан төменге қарай металдық қасиет артады екенде бірінші атомындағы барлық металдар бізде сілтілерге жатады, ал екінші атомындағы бериллий, кальцийден басқа төменге қарай орналасқан металдарымыз біздің сілтілерге жатады екен. Ал ерімейтін негіздерге біз мысалы темір, кобальт, никель сияқты металдарды жатқызамыз. Енді біздің негіздердің аталуына келетін болсақ, мысалы натрийді біз натрий гидроксиді деп атаймыз. Ал бізде бұлар натрий және кальций металдары бізде тұрақты валенттілікті көрсетеді, және бізде тұрақсыз валенттілік, яғни ауыспалы валенттілікті көрсететін металдарымыз бар. Мысалы ол темір. Темір ол мысалы 2 валенттілікті және 3 валенттілікті көрсетеді. Ол да қалай атаймыз? Темір, яғни 2 деген санды рим цифрымен гидроксиді деп жазамыз. Гидроксиді. Және темір 3 рим цифрымен жазылады да, гидроксиді деп айтылады. Енді тоқталатын жайтымыз біздің ол байланысы. Яғни бізде қарапайым түрін, мысалы натрий гидроксидін алатын болсақ. Натрий және гидроксид топтардың арасында бізде иондық байланыс жүреді. Себебі натрий плюс зарядты көрсетеді, ал OH минус зарядты көрсетеді. Сол себепті бұлардың арасында иондық байланыс жүзеге асады. Осының ішінде OH гидроксид тобының өзінің арасында да байланыс бар. Мысалы, бізде оттектің сыртқы қабатында 6 электрон бар. Екеуі жұптасқан және екеуі дара. Ал сутегімізде бір ғана сыртқы электроны бар, ол біреу ғана. Соның оттегі мен сутектікі бірге жалғанады, бұлар ковалентті полюсті байланыс түзеді. Бұл дегеніміз минус заряд болады, натрийіміз плюс зарядты көрсетеді. Осылар арасында иондық байланыс жүзеге асады екен. Енді негіздердің алыну жолдарына келетін болсақ. Алу жолдары. Негіздерді біз металға су қосу арқылы алады екенбіз. Мысалы, натрийге су қосайық. Түзеледі натрий гидроксиді және сутек. Және металдың оксидіне су қосаламыз. Мысалы, кальций оксидіне су қосамыз. Түзеледі кальций 2 валентті гидроксиді. Және де ион алмасу реакция арқылы жазаламыз. Мысалы, темірдің сульфатына біз натрийдің гидроксидін қосамыз. Осы жерде ион алмасу жүзеге асады да, темірдің гидроксиді және натрийдің сульфаты түзіледі. Теңестіретін болсақ, мына жерде натрий бір-біреуден, сутегіміз екеу, оттегіміз, сутегіміз мына жерде 3, оттегіміз мына жерде біреу ақ болып тұр. Сол себепті мына жерге 2 қоямыз, натрийдің алдына 2 қоямыз, және 4-2 қоямыз. Теңеседі. Кальций
оксидіне су қоярға кальцийіміз 1-1-ден, оттегіміз 2, және сутегіміз 2 теңесіп тұр. Ал феррум сульфатына натрий гидроксидін қосқанда сульфаттарымыз 1-1-ден, теміріміз 1, гидроксотобымыз 2. Яғни мына жерге 2 қойсақ, натрийіміз 2 теңесті. Енді негіздердің химиялық реакциялары. Химиялық реакциялары. Бірінші ол негіздер қышқылдармен әрекеттеседі. Мысалы, біз натрий гидроксидін тұз қышқылмен әрекеттестірсек. Алмасу реакциясы жүзеге асады, натрий хлориді және су пайда болады. Бізде натрий 1-1-ден, сутегіміз 2, оттегіміз 1-1-ден, яғни теңес тұр. Екінші, қышқылдық оксидпен әрекеттесуі. Мысалы, кальций гидроксидін біз CO2 мен әрекеттестірсек пайда болады бізде кальций карбонаты және су. Бірінші реакция, екінші реакция, үшінші реакция. Үшінші реакцияда біз термиялық ыдырайды, яғни ерімейтін негізде термиялық қыздырғанда ыдырайды. Мысалы, кальций OH2. Кальций OH2-ны ыдыратқанда бізде кальций О, яғни кальций оксиді және су түзіледі екен. Бұл жерде кальций 1-1-ден, сутегіміз 2, оттегіміз 2, яғни теңесіп тұр. Төртінші, тұздармен әрекеттескенде, мысалы, калий гидроксидіне біз феррум, хлор 2, яғни темірдің эквиваленті хлоридіне әрекеттестіреміз. Ол кезде калийдің хлориді және де темір эквиваленті гидроксиді түзіледі. Теңестіреміз. Бізде темір 1-1-ден тұр, OH-ымыз 2. Калий гидроксидінің алдына 2 қоямыз. Және де хлор 2 болып тұр, теміріміз 1-1-ден, калиіміз 2, OH-ымыз 2 теңесіп тұр. Құрметті оқушылар, бүгін негіздер тақырыбын өттік. Тағы бір соңғы айта кететін жайт, негіздермен зертханада жұмыс жасағанда өте мұқият болу керек. Себебі олар күйдіргіш болып келеді. Менімен болғандарыңызға үлкен рахмет. Сау саламатта болыңыздар.